Саламатсыңдар ма, балалар? Здравствуйте, дети. Мен сендерді оқу жылының басталуымен құттықтаймын. Я поздравляю вас с началом учебного года. Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Добро пожаловать на урок казахского языка. Сендер биыл 4-ші сыныпқа өттіңдер. В этом году вы перешли в 4 класс. Бірінші сабақ, первый урок. Сабақтың тақырыбы тема урока Қазақстан қалалары. 2-ші қыркүйек. 4-ші сынып. Мұғалім Шолпан Сабыржан қызы. Балалар, биыл біз қазақ тілі 4-ші сыныптың қазақ тілі оқулығымен жұмыс жасаймыз. Қазір біздің өтетініміз кітаптың 1-ші бөлімі. Алматы кітап баспасы. Енді кітаптың 1-ші бетінде біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз тұр. Қазақстанның қалалары. Және 2-ші тапсырмада Қазақстанның картасы бар. Осы карта бойынша жұмыс жасауымыз керек болады. 1-ші сабақ, первый урок Қазақстан қалалары. Города Казахстана. Қазақстанда, балалар, қалалар өте көп. В Казахстане очень много городов. Және ол қалалар өте әдемі, үлкен. Эти города очень красивые и большие. Қалада адамдар өте көп тұрады. В городе очень много людей. Балалар, міне кітапта мынау Қазақстанның картасы көрсетілген. Бұл картада міне біздің қазіргі бұрынғы Астана деп аталған, қазір Нұр-Сұлтан қаласы өте үлкен қала. Ең үлкен мегаполистің бірі. Тағда бір үлкен қаламыз, ол Қарағанды қаласы, Қызылорда қаласы, Шымкент, 3-ші мегаполис, Тараз, Алматы, Ақтөбе, Атырау, Ақтау деген қалалар бар. Және де кітаптағы картада басқа қалалардың аттары да берілген. Балалар, енді біз қалаларға саяхат жасаймыз. Саяхат бағыты Алматы қаласынан басталады. Алматы, Жамбыл, Шымкент, Қарағанды, Қызылорда. Қызылордада Байқоңыр ғарыш айлағы орналасқан. Ақтөбе, Атырау, Қостанай, Өскемен, Семей қалалары бар. Ал Семей қаласында қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлы туылған. Және де ең әсем қала қазіргі Нұр-Сұлтан, бұрынғы Астана қаласы. Менімен саяхат жасағандарыңызға көп рахмет. Міне балалар, мынау Астана қаласы, қазіргі Нұр-Сұлтан. Қараймыз балалар, қандай әдемі, өте үлкен қала. Смотрим, дети, очень красивый и большой город. Енді Астана қаласы туралы өлең шумақтары өте көп. И про этот город очень много стихотворений и стихотворных строчек. Және бұл қалаларда көп ұлт өкілдері тұрады. И у нас в этих городах проживают люди разных наций и национальностей. У нас многонациональное государство. Біздің мемлекетіміз көп ұлтты мемлекет. Балалар, сондай-ақ Астана қаласында біздің елбасымыз Назарбаев бар. Балалар, енді 1-ші тапсырма. Бұл тапсырмаларды ауызша орындаймыз. Дети, теперь задание. Эти задания выполняем устно. 1-ші тапсырма. Кітаптың 1-ші бетіндегі картадан қала аттарын жаттау. Выучить название городов с 1-й страницы вашего учебника. 2-ші тапсырма. Второе задание устное. Это прочитать выразительно данное стихотворение. Мына өлеңді мәнерлеп оқу. Достық болған ұраны, тату жүрсін ұлттарым. Біз ғасырдың ұланы, биік ұстар байрағын. Жаса Қазақстан, ортақ үйім киелі. Өсер елдің баласы өз отанын сүйеді. И здесь говорится про любовь
к нашему государству, то есть к родной земле, и чтобы Казахстан расцветал, и что у нас все люди живут дружно. Балалар, бүгінгі сабағымыз қызықты өтті деп ойлаймын. Осымен сабақ аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.